Сізге көп рахмет. Кеше де жазып жатырмын ғой, бірақ ауызшада айтайыншы, айтқым келіп отыр. Осындай халыққа көмектесіп жатқан, халықтың көзін ашып, білмесін көрсетіп, осындай жасап жатқан істеріңізге Аллам сәтін сала берсін. Алғысым шексіз енді. Кеше қатты қуандым. Сіздердің еңбектеріңіз, біз сауатымыз жоқ неше жылдан бері қарай жүрміз ғой, енді соны келістіре алмай, әркімге барып алдынан көп кісінің қолынан келіп жатқан дүние емес. Сіздің сол өзіңіздің білімділігіңіз, іліміңіздің көптігінен, одан бөлек мінез құлқыңыз, Алланың берген сізге үлкен сыйы, өте қарапайымдылығыңыз. Сөз енді көп сізге айта берсем, сізге өте ризамын мен. Әр сөзіңізде мән бар, әр сөзіңізде, әр айтқан халыққа тілегіңізде, көрсете жатқан жолыңызда көп мағлұматтар алып, мына жұмысыңыздан бөлек адамгершілігіңіз, адамшылығыңыздың өзі үлкен тәрбие. Осы инстаграмнан көріп жатырмын ғой, жүзбе жүз көрмесем де, тұлғасыз, үлкен тұлғасыз, көп адамға кәдімгідей көзге көруге көз керек, сондай естуге құлақ керек айтқан сөздеріңізде өте мәнді, мағыналы, тек қана жұмыс басты емес, жұмыс жөнінде емес, жалпыда адамға керек құнды дүниелермен бөлісіп жатсыз сіз деген. Әйтеуір өзім солай қабылдаймын. Осындай жастарымыз, осындай болашағымыз көп болса екен деп тілеймін. Аман жүріңіз, аман болыңыз, бала шағаңыздың қызығын көріңіз, отбасыңызбен, жан ағайын жақын жуықтарыңызбен жүрген ортаңызбен бақытты ғұмыр кеше беріңіз осы қазақ халқымен бірге. Сіздей осындай баласын тәрбиелеген ата-анаға ризашылығымды білдіргім келеді. Көп рахмет сізге, алғысым шексіз. Көп адамды уайымнан, көп адамды осындай шаруасын тындырып, жай осындай кеңесіңізді айтып, жол көрсетіп, уайымдарынан арылтып жатсыз. Көңілдерінде жүрген нәрсесіне сейілдіріп, қорқыныштарынан арылдырып, өте кеңестеріңізді, керемет кеңестеріңізді беріп жатсыз. Тек қана алғысымды айтамын сізге. Бала шағаңыздың қызығын көріңіз, өмір жасыңыз ұзақ болсын, деніңіз сау болсын, ісіңіз алға баса берсін, елдің алғысын ала беріңіз. Алланың разылығы болсын сізге. Осы әр айтқан, әр істеген сөзіңізбен, әр жасаған шаруаңыз, жұмысыңыз, ісіңіз сізге Алла сауаптан жаза берсін сізге. Рахмет көп.